Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазгидромет гидрологиялық болжам жасады. Қазгидромет РМК-ның мәліметінше, НАСА спутниктерінің шығыс жерді қашықтықтан зондтау өңдеген суреттері бойынша Қазақстан аумағының қармен жабылған ауданы 3-ті құрайды. Қар жамылғысы негізінен ШО, Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарының жыраларында, орманды және таулы жерлерінде сақталады. 2022 жылдың 16-22 сәуіріне арналған апталық синоптикалық болжамға сәйкес, атмосфералық фронттардың өтуімен батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте, оңтүстікте, шығыста елдің орталығында жаңбыр жауады, ал кезең соңында жаңбыр қарға ауысуы мүмкін. Қатты жаңбыр 20-22 сәуірде Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарының оңтүстігінде, ал қар аралас жаңбыр таулы және тау бөктерінде болады деп күтілуде. 21-22 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында қатты жауын-шашын, жаңбыр, қар болжанады. Осыған байланысты республиканың оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен шығысының тау бөктеріндегі аудандарында беткейлік ағынның қалыптасуы күтіледі. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.